Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Біз бүгін Тараз қаласының орталық алаңындамыз. Мұнда көктемнің ең жарқын мерекесі Наурыз мейрамы аталып өтуде. Жаңару мен жасампаздықтың символына айналған бұл күн қала тұрғындарына ерекше көңіл күй сыйлауда. Биылғы мерекелік іс-шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Қала орталығы ұлттық нақышта безендіріліп, қаз-қатар тігілген киіз үйлер өткен мен бүгіннің сабақтастығын айқын көрсетеді. Ал орталық сахнада өнер мен мәдениеттің тоғысқан сәті. Жергілікті өнерпаздар мен жас таланттар ән шырқап, би билеп, көрермендерге көтеріңкі көңіл күй сыйлауда. Сонымен қатар ұлттық ойындар ұйымдастырылып, қатысушылар арасында ерекше қызығушылық тудырды. Арқан тартыс, алты бақан, асық ату сынды ұлттық ойындар жастардың белсенділігін арттыруда. Бүгінгі Наурыздың ерекше атмосферасы ұнап жатыр. Адамдардың қуанышы, осындай бірлескен салт-дәстүрлер адамның жүрегіне жылу береді. Одан бөлек осындай қазақ халқы ғана емес, осы өзге ұлт иелері осы Наурыз мерекесіне әз-наурызға бірлесіп көмектесіп жатқандары адамды ерекше қуантады. Өте қатты ұнап жатыр. Бүгінгі Наурыз мерекесі сізге қандай көңіл күй сыйлап жатыр? Бүгінгі Наурыз мерекесінде Самарқанның көктасы еріген күн деп айтады бұрындан. Барлық бұрын бойдағы негатив, реніш, өкпенің бәрін кетіру керек. Мынау халқымыз қазір жиналып, бейбіт аспанның астында, мына алаңда қыдырыстап жүр. Халықтың энергиясымен біз де қуаттанып жатырмыз. Бүгін сіздер біздің мынау қызыма тілек деген киіз үйімізге келіп отырсыздар. Мынау киіз үй қыздың киіз үйі, ұзатылайын деп отқан қыздың киіз үйі. Мына көрсеңіздер, мынау шымылдығымыз қыздың. Ана төрден отырып байқасаңыздар, оң жақта қызы төсегі болады екен, шымылдығы болады екен. Қыз бойжеткенде 13 жасқа толғанда оның төсегіне шымылдық құрып қояды екен. Қыздың ешкім көрмесін киініп шешінгенін деп. Биыл Меруерт Өтекешеваның 75 жылдығына орай біз мынау ерекше бір коллекция ұсынып отырмыз. Меруерт Өтекешеваны қазақтың қыз жібегі деп айтады. Ал жырымызда, қыз жібек жырында, қыз жібектің қасында 40 нөкер қызы болған. Бүгін біздің киіз үйіміздің төрінде сол қыз жібектің қасындағы 40 қыздың сырғасы ілініп тұр. Сондай коллекцияны ұсынып отырмыз. Қала тұрғындары келіп қазір тамашалап, көріп, қызығып жатыр. Сырғалар бір-бірін қайталамайды, және қыз жібектің сәукелесі осында тұр. Ішін көркем деген себебіміз қазақ қызы өзінің қадірін білсе екен дейміз. Қыздарымызды аға, іні, ер азаматтарымыз алақанында салып қадірлесе екен дейміз. Өйткені қыз болашақ ана, ұлттың тәрбиелеушісі. Наурыз мейрамы көктемнің келуін, табиғаттың жаңаруын білдіретін ең көне әрі маңызды мерекелердің бірі. Ол жыл сайын 21 және 22 наурыз күндері тойланады. Бұл күні күн мен түн теңеледі, яғни табиғатта тепе-теңдік орнайды. Қазақ халқы бұл күнді жаңа жылдың бастауы деп санаған. Адамдар бір-бірін құттықтап, өкпе-реніштерін кешіреді, жақсы тілектер айтады. Үйлерде дастархан жайылып, қонақ күтіледі. Мерекеде міндетті түрде наурыз көже дайындалады. Оның құрамына 7 түрлі тағам қосылады. Бұл молшылық пен берекенің белгісі. Осылайша Тараз қаласындағы Наурыз мейрамы ерекше сән салтанатымен тойлануда. Бұл тек көктемнің келуі ғана емес, жаңару мен үміттің бастауы. Біз сіздермен бірге осы қуанышты сәттің куәсі болдық. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге мен Аружан Арманқызы.